Сәлем, бұл құрақ тігуге арналған астар. Бұл құрақ тігуге арналған лента. Бұл голограмма. Ал бұл бұрыштарына қойылатын голограмма. Ең бірінші астарымызды төртке бүктеп аламыз. Бұл біздің құрақты түзу тігуімізге көмектеседі. 4 сызық түсіріп аламыз. Негізінде осылай бүктеп түсіріп алған ыңғайлы. Сіз қаласаңыз ручкамен не қаламен сызып ортасына 4 сызық түсіріп ала аласыз. 4-те 4 болатын голограммамызды дәл ортасына орнатамыз. Ені 2,5 см, 2,5 см болатын лентамызды ворысын төменге қарай, ворыс дегеніміз былайша төгін төмен қарай түсіріп аламыз. Төгі бір қалыпта тігілу керек. Ал бізге ыңғайлы тігілу үшін төгі төмен қарап тұру керек. Әр тіккен кезде төгін төмен қарап отырғанына мән беріп, қадағалап отыру керек. Лапканың бойымен түзу тігіп шығамыз. Видеодағы іс-әрекетіне қарасаңыз, саусақпен лентаны кері итердім. Лентаға кішкене тігіс жүргізгеннен кейін тоқтатып, кішкентай қайшымызбен лентаны қырқып аламыз. Осы іс-әрекеттерді қайталай отырып, бірінші қатарымызды тігіп аяқтаймыз. Бүтін кездегі өлшемі 5-те 5 см болатын голограмманы 2-ге бөліп тігеміз. Төртінші бұрышында тігіп болдық. Енді екінші қатарды дәл жаңағыдай қайталап тігіп шығамыз. Екінші қатарымызды аяқтап, енді үшінші қатарды тігуге кірісеміз. Үшінші қатарды дәл бірінші, екінші қатардағыдай қайталап тігіп шығамыз. Төртінші қатарымызды аяқталды. Енді бұрыштарын қойып шығамыз. Бізде соңғы қатар қалды. Соңғы қатарға голограмма қоймаймыз. Тек лентаны түзу етіп, астарымен бірдей етіп шығарып тігуіміз керек. Бізде астардың өлшемі 17-де 17. Құрағымыз дайын болған кезде 16,5 см болып шығуы керек. Соңғы лентаны астардан асырмай, астарға кішкентай қылмай, тура астардың өлшемімен бірдей етіп шығаруымыз керек. Құрағымызды аяқтау үшін ең соңғы шеттерін астарға тігіп шығамыз. Шетінен бір-бір түзу тігіс жүргізіп шығамыз. Құрағымыз дайын болды. Мен сіздерге ешқандай артық матасыз, міне астында артық жіптерсіз
бірден осылай дайын болатын құрақты көрсетіп отырмын. Астарында да жалбырап жүретін жіптер болмайды. Егер ұнатқан болсаңыз, пікір қалдырып, каналыма тіркеліңіз. Лайк басып қолдау көрсетіп отырыңыз.